Хрущевтің орнынан түскеннен кейінгі өмірі. Билік. Оның ішінде бір адамның қолына жиналған шексіз билік адамды өзгертіп жіберетінін өмірден көріп жүрміз. Биліктен өз еркімен ешкімнің де кеткісі келмейді. Сондай жағдай әлемдегі алып империя болған КСРО басшысы Никита Хрущевтің басынан өтті. Ол өзін биліктен кетіретіндер кешегі қолын сүюге дайын тұратын серіктестері болады деп ойлаған жоқ. 1964 жылдың 14 қазанында Қара теңіз жағасында демалып жатқан қымбатты Никита Сергеевичті ауыл шаруашылығы туралы кезектен тыс партия пленумына шақырады. Сол кезде елдің басым бөлігіне жүгері егіп тастағандықтан нан жетіспеушілігі болып жатқанынан хабардар Хрущев Кремльге еш алаңсыз келеді. Мәжіліс залына кіргеннен ақ түсінікті болды. Бұрын орындарынан тұрып қарсы алатын саяси бюро мүшелері салқын қарсы алып, күн тәртібімен таныстырды. Бәрі де Хрущевті айыптап сөйлей бастады. Ауыл шаруашылығын құлдыратқанын, шаруашылық пен өндіріс орындарына партия ұйымдарын бөліп басқарып, аппарат құрамын ұлғайтып жібергенін, Қытай мен Албаниямен арақатынасты ушықтырып жібергенін, ракетаны бірінші орынға қойып әскери теңіз флотын қысқартқанын, Кубадағы Кариб дағдарысын саяси бюро мүшелерімен санаспай жеке волюнтаристік шешімді қабылдайтынын тағы да басқа айыптар тақты. Хрущев бәріне жауап қайтарумен болды, бірақ көптің аты көп, оны ешкім де тыңдаған жоқ. Ақыры көнуге мәжбүр болды. Келесі 15 қазанда кезектен тыс пленумда Хрущев денсаулығына байланысты өз еркімен қызметінен кетті деп жазылды. Күні бұрын келісілгендіктен алынған марапаттары өзіне қалдырылатын болды. Оның басқа амалы қалмады. Көнбесте тұтқындалып, түрмеде тергеу үстінде жүрегі шыдамай қайтыс болатын еді. Хрущ марапаттарды жақсы көретін еді. Елді басқарған 9 жыл ішінде 3 мәрте социалистік еңбек ері және Кеңес одағының батыры мен Болгарияның халық батыры тағы да басқа атақтары болды. Және сол кездегі жоғары зейнетақы 500 сом тағайындалды. Москвадағы пәтері мен саяжайы сақталды. Бірақ әр қадамы КГБ-ның бақылауында болды. Ешқандай кеңес және шетел басылымына сұхбат бере алмайтын болды. Москвадағы концертке, киноға тек арнаулы бекітілген күзетпен бара алатын болды. Оның есімін ешқандай басылым атап көрсетуге тыйым салды. Тіпті ондай адам болғанын да ұмыттыруға күш салынды. Себебі оның орнына келген қымбатты Леонид Ильич дәуірі туған еді. Космос пен тың жерлерді игеру Брежнев есімімен байланыстырып атала бастады. Бос уақытында баспасөзден осының бәрін оқып тұрған Хрущ кешегі өзі өсірген еркелетіп Леня деп атап кеткен Брежневті боқтап алып, орыс арағынан өшін алатын. Түнге қарай өзі тиым салған Америка дауысы мен азаттық радио станцияларын тыңдайтын еді. Қолы бос зейнеткер Хрущ шаруаның баласы болғандықтан бар ермегі саяжайдағы бақшасы еді. Келген жақындарына өзінің дәу помидормен мақтанатын. Көрші колхоздың егістігін көріп колхоз төрағасының ақылын айтқанда, колхоз төрағасы жүгерге ұқсайтын ақылыңды артыңа тық деген жауабын естиді. Осындай жағдайдың өзін өмірде талай рет естіген болатынмын. Әсіресе биліктен кеткен басшылардың басынан өтті. Кезінде биліктің буына лепіргендер қарамағындағы жұмыс дегендерден сұмдық сөз естіген. Өмірінің соңында мемуар жазғысы келіп, машинистка сұрағанда шошып кеткен билік не положено деп рұқсат еткен жоқ. Қолмен жазуға қартайып қалған әкесіне баласы Сергей Хрущев магнитофонға естелігін жазуға кеңес берді. Оны шетелдік сауда министрлігінде істейтін Сергей әкесі Хрущевтің естеліктер атты мемуар кітабының ақшта шығару үлкен дүрбелең туғызды. Ұлы Сергей Хрущев ақшта қалуға мәжбүр болды. Естеліктердің екінші томы шыққанын көре алмай, 1971 жылы қыркүйекте Хрущев қайтыс болды. Кремль түбі түгіл қабырғасына да жерлеуге рұқсат берген жоқ. Тарихшы ретінде айтарым, Хрущевтің басты ерлігі НКВД-ның залым басшысы Лаврентий Берияны тұтқындап атқызып тастаған үлкен іс деп есептеймін. Егер Берияны құртпағанда 1902 жылы дүниеге келген ол Сталиннің орнына келген соң бізді шамамен 1990 жылдарға дейін басқаратын еді. Ал Хрущты жек көретінім 1942 жылы Харьков түбінде Ақмолада жасақталған нөмірі 104 кавалериялық дивизияны жау танкілерін тоқтату үшін өлімге айдап салған болатын.
Дивизияның 96% қазақтар еді. Олардың негізгі қаруы қылыш болды. Әскери кеңес мүшесі ретінде Хрущев осындай сорақы бұйрық берген дарынсыз қолбасшы болатын. Бүкіл дивизиядан бір адам тірі қалған жоқ. Кейін КСРО басшысы болғанда осы қазақ дивизия туралы құжатты жойып жіберді. Сондықтан осындай іс үшін оның бейітінің басына мүсінші Эрнест Неизвестный оның бюстегі бетінің жартысы ақ пен қара түс қылып жасады. Оның ісі де солай еді. Сөзімнің соңында 60-шы жылдардың басында бір анекдотты еске түсірейін. Хрущевтің Американы сүт пен ет өндіруден де басы озамыз деп ұрандатып тұрған кезінде Хрущев шошқа фермасына барып шошқалармен фотоға түседі. Және оны газетке шығарар кезде журналистердің басы қатады. Қалай деп жазған дұрыс деп КПСС ОК басшысы Хрущев шошқаларымен бірге деп жазуға қорқады. Бас хатшының қаһарына ұшырап жүрерміз деп ақыры фотосын жариялап былай деп жазыпты. Сол жақтан санағанда 4-ші тұрған Хрущев.